Ассалаумағалейкум. Біз бүгін гуляш деп аталатын асты дайындаймыз. Бисмиллах деп қазанымызға 120 мл майымызды құйып қыздырамыз. Кейін қызғаннан соң 550 грамм 4 бұрыш етіп туралған қойдың етін салып қуырып аламыз. Мұнда нақты 550 грамм ет салу керек деген заңдылық жоқ. Кез келген мөлшерде, кез келген малдың етін 4 бұрыш етіп турап қуырып пайдалансаңыздар болады. Жылқыныкін және сиырдыкін. Кейін мен мұнда үлкен бір пиязды пайдаланып отырмын. Сіздер орташа 2 немесе өзіңіз қалағанша мөлшерде пиязды турап пайдалансаңыздар болады. Мен және 4-ке бөліп оны жартылай сақина етіп турап алдым. Егер сіздерде уақыттарыңыз аз болған жағдайда толықтай сұйық алғашқы сорпасын буланғанын күтетін уақыт болмаса, оны бөлек ыдысқа құйып алып, кейін соңынан қоссаңыздар болады. Мен көрсетіп тұрған әдіс бойынша. Міне барлық сорпасын құйып аламыз да түбінде кішкене майын қалдырамыз. Және етіміздің сыртында қытырлақ алтын сары түсті қабаты пайда болғанша ары қаратай қуырамыз. Кейін бір түйір сәбізді үккіштен үгіп алып, асымызға салып қуыратын боламыз. Сәбізді пайдаланбай қоспаймын десеңіздер де болады. Егер отбасы мүшелеріңіз сәбізді ұнатпайтын болса. Кейін үстіне пиязымызды және сәбізімізді дайын тұрған саламызда шамамен 5-7 минуттай қуырамыз. Осы уақыт аралығында гуляшқа 3 ас қасық ұнды бөлек табаға салып, қуырып дайындап алатын боламыз ұнымызды. Жиі-жиі араластырып, алтын сары түсті болғанша ұнымызды қуырып аламыз. Міне ұнымыз дайын болды, астын өшіреміз. Кейін қазанымызға татуына қарай тұз, бұрыш және 2 ас қасық томат басын құямыз. Алдында алып құйып алған сорпамызды ұнның үстіне және 1 стакан суымызды құйып, түйіршігі қалмағанша ұнның жақсылап араластырып аламыз. Кейін қазанымызға құямыз және қазанымызды жақсылап араластырып алып, үстіне 1,5 стакан қайнап тұрған суды немесе жылы суды құйсаңыздар болады. Үстіне 2 түйір лавр жапырағын салып, қазанымыз қайнағанша бетін жауып қоямыз. Міндетті түрде қайнаған соң дәмін көргендеріңіз жөн. Себебі томат пастасын салғаннан соң ол қышқыл дәм беру мүмкін және тұзы жеткіліксіз болса тұзын толықтырып саламыз. Қышқыл дәмі болған жағдайда 1 шай қасық қант саламыз. Және 30 минут орташа оттан сәл төмен қызуда гуляш тамағын бұқтырып пісіретін боламыз. Міне асымыз дайын болды. Мұнда картоп пюресін гарнирге қолдандым. Картоп пюресін дәмді етіп пісірудің 2 тәсілін төменгі жақта ссылка арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Ұнаса лайк басып, қоңыраушаны басып жазылыңыздар, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.